Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Елімізде төтенше жағдайға байланысты мектеп білім алушылары қашықтықтан оқытылады. Осыған орай мектеп психологы тарапынан сіздерге кеңестер ұсынғалы отырмын. Ең алдымен өзіңіз және балаңыз үшін үйреншікті күн тәртібі мен ырғағын, ұйқы мен ояну уақыты, сабақтың басталу уақыты, ұзақтығы, үзілістер және тағы басқа сақтағаныңыз дұрыс. Күн тәртібінде кенеттен болған өзгерістер баланың бейімделу мүмкіндіктерінің айтарлықтай өзгеруіне әсер етуі және шамадан тыс шиеленіс пен стресске әкелуі мүмкін. Баланың ата-аналары мен туыстары болып жатқан жағдайға сабырлы, адекватты және сыни көзқараспен қарауға тырысу керек. Баланың эмоционалды жағдайы ересек адамның, ата-анасының, туыстарының жағдайына тікелей байланысты. Сабырлы, ұстамды болыңыз. Балалардың вирус туралы және тағы басқа сұрақтарына жауап беруден қашпаңыз. Бірақ пандемиялық жағдай мен оның қауіп-қатері туралы ұзақ пікірталасқа бармаңыз. Ғаламтор желілерінің сұмдықтары туралы толық айтпаңыз. Балаларды қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру бойынша мектептен алатын ұсыныстарды түсінуге тырысыңыз. Тек мектеп әкімшілігі мен сынып жетекшіден ғана алатын ресми ақпаратқа назар аударыңыз. Бұл процесті ұйымдастыруға мектепке де уақыт керек. Қазіргі уақытта ата-аналарға да, мұғалімдерге де қашықтықтан оқуға көмектесетін бірқатар ресурстар бар. Білімленд, күнделік және тағы басқа. Олар білім беру бағдарламаларының мазмұнына байланысты болғандықтан, көптеген ата-аналар бұл платформаларды қазірдің өзінде қолданады. Үйде болуға мәжбүр болған кезде, сіз және сіздің балаңызға жақын әлеуметтік ортада, телефон, мессенджерлер арқылы байланыста болу өте маңызды. Алайда алынған ақпараттың жалпы ағынын, жаңалықтар, әлеуметтік желілердегі ақпараттар азайту қажет. Ағымдағы жаңалықтардан хабардар болу үшін жаңалықтардың бір көзін таңдап, оған күніне 1-2 реттен көңіл бөлу жеткілікті. Бұл мазасыздықты азайтуға көмектеседі. Жақын адамдармен қарым-қатынас кезінде коронавирусқа және басқа да алаңдаушылық тудыратын тақырыптарға назар аудармауға тырысыңыз. Жақын адамдармен сөйлесу үшін балаға ақпараттық шу, кейде жалған ақпарат тарататын әлеуметтік желілерден аулақ болуға кеңес беріңіз. Үйде болудың басты идея жаза емес, жаңа дағдыларды игеру, білім алу үшін және жаңа қызықты істермен айналысудың көзі болып табылады. Үйде отырып, бала сыныптастарымен, достарымен, қоңыраулар, топтық чат арқылы қарым-қатынасын жалғастыра алады. Жасөспірімдерді өздерін қызықтыратын тақырыпта спорт, музыка, фильмдер, тамақ әзірлеу, жеке блогтарын жүргізуді бастауды ұсынуға болады. Құрметті ата-аналар, жоғарыда айтылып кеткен кеңестер сіздерге тиімді болатынына сенімдімін. Назарларыңызға үлкен рахмет.